Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Емберген Бейбарыс Ерболатұлы, жасым 19-да. Осыдан 2 апта бұрын жұмадан клиникаға келген едім. Өте қатты аурумен. Ішкі құрылыстарын бәрін суықтатып, асқазан бәрін ауыртып алдым, жаман қатты. Жүре алмай қалған кездерім болды. Тамақ ішемей қалған кездерім болды. Осыдан 2 апта бұрын келіп, ол жақта емделіп, система алып, күніне примерно 2 система алдым. Одан кейін уже ине алып, примерно нормально бола бастадым. Уже бай айтқанда, 1 аптадан кейін уже аяққа тұрып, нормально жүріп, тамақ ішіп, өзіме келе бастадым. Оның алдында врачтар, басқа жақта врачтар маған айтқан аппендицит деп. Бірақ ол жаққа келіп, полный өткізіп, анализ, полный нені қарап, анализдарды суық тиіп қалды деген, ішкі құрылыстары, ішкі құрылыстар дұрыс істемеді деді. Соның бәрін емдеп, қазір шүкір аман-есен, бәрі жақсы. Жұмадан клиникаға рахмет, врачтарға да рахмет.